Қазақстанның астанасы ресми түрде Алматыдан Астанаға қашан көшірілді? 1997 жылы. Қазақ хандығында 7 жарғы заңдар жинағын кім құрастырды? Тәуке хан. Әл-Фараби қай қалада дүниеге келген? Отырар. Қазақстан Республикасының тәуелсіздігі туралы заң қай күні қабылданды? 1991 жылы 16 желтоқсан күні. Қазақ хандығының алғашқы астанасы қай қала болды? Сығанақ. Қазақ жұртының бағзыдан бері ірге тепкен ата қонысы. Қазақстан Еуразияның кіндігінде орналасқан орасан зор тарих бар ел. 1991 жылы 16 желтоқсанда тәуелсіз мемлекет атанды. Елордасы Астана қаласы әлемнің ең жас астанасы болып есептеледі. Мемлекеттік тіл қазақ тілі. Елдің әкімшілік территориялық құрылымы 17 облыс пен 3 республикалық маңызы бар Астана, Алматы және Шымкент қалаларынан тұрады. Халық саны 19 миллионнан асады. Қазақстанда 130-дан аса ұлт өкілдері бар. Олар бір шаңырақ астында тату-тәтті өмір сүруде. Қазақстан жер көлемі жағынан дүние жүзі бойынша 9-шы орында. Қытай Халық Республикасы, Қырғызстан, Түркменстан, Өзбекстан, Ресей сияқты елдермен шекараласып жатыр. Қазақстан дүние жүзілік мұхитқа тікелей шығатын жолы жоқ әлемдегі ең ірі мемлекет. Территорияның басым бөлігін шөлдер мен жартылай шөлдер, дала мен ормандар құрайды. Елде 8,5 мың өзендер, 48 мың ірі және ұсақ көлдер бар. Олардың ішінде ең ірілері Балқаш, Зайсан және Алакөл. Қазақстан табиғи ресурсқа өте бай. Менделеев кестесіндегі 105 элементтің 99-ы қазақ жерінен табылған. Мұнай қоры бойынша Қазақстан әлемдегі 15 жетекші елдердің қатарына кіреді. Қазақстанда зымыран ұшыруға арналған әлемдегі бірінші және үлкен кешен Байқоңыр ғарыш айлағы орналасқан. Медеу әлемдегі ең биік жасанды мұз айдыны. Мұнда 170 әлем рекорды тіркелген. Қазақстан қызғалдақ пен алманың отаны. Алғаш рет Қазақстан жерінде қолға үйретілген деген ақпарат бар. Саяси экономикалық жағынан барлық елдермен дипломатиялық қарым-қатынаста. Мәдениет пен спорт саласының жорғалары еліміздің елдігін бар әлемге танытуда. Бұл бүгінгі Қазақстанның жетістігі. Отанымызды құрметтеу, қорғау әр қазақстандықтың парызы. Ата-бабамыздың бізге аманат етіп кеткен байтақ даланы әрі қарай дамыту мен өркендету біздің қолымызда.